Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай шпинатпен жасалынатын тіскебасардың рецептісімен бөліскім келеді. Өте әдемі шығатын, дастарханға сән беретін, жаңағыдай мясный ассортилардың қасына қойсаңыз да әдемі болып көрінетін осындай тіскебасар. Ол үшін ең алдымен шпинатымызды аламыз. Менде мына жерде 140 грамм шықты, бір упаковкасы. Осыны жақсылап жуып алып, қазір блендеріме саламын. Осы шпинатымның үстіне қазір өсімдік майын құйып, мен әбден езіліп, біркелкі массаға айналғанша бұларды езіп, блендермен езіп аламын. Міне менің шпинатым езіліп, дайын болды. Енді қазір мен ыдысыма 4 жұмыртқаны салып, әбден аппақ көпіргенше миксерлейтін боламын. Аппақ көбік болып көпіргенше миксерлейміз. Жұмыртқамда дайын. Енді мен қазір ұныма қаймағымды саламын және қопсытқышымды салып, бұларды біріктіріп бір араластырып аламын да. Осы қою массамның үстіне қазір шпинатымды құямын, езіліп тұрған. Енді жақсылап бір араластырып алып, енді жаңаға миксермен соғылып, көпіршіп дайын тұрған жұмыртқамды құйып, біркелкі массаға айналдыратын боламын. Осылай араластырып алып, әбден біріккен массамды мен противеніме пергамент жайып, сол пергаментке массамды құямын. Менің противенінің көлемі 30-40. Сіздер өздеріңіздің формаларыңызға қарайсыздар. 180 градуста 8-10 минут пісіріп алдым. Міне мен енді суыған шпинатымды қазір пергаменттен алып, енді түгелмен творожный сыр жағып шығамын. Менде креметті бұл жерде. Өздеріңіз сіздер кез келген қалаған творожный сырды жағасыздар, өте жұқа қылмайсыздар. Бәріне бір тегіс қылып, осылай міне шпинатқа мен творожный сырды жақтым. Қазір міне осы творожный сыр жағылған шпинаттың үстіне съемканы ұзыннан қойып, осылай рулет жасауға да болады. Мен бірақ қазір рулет жасамаймын. Мен осылай ұзыннан қойып, былайына орасаңыздар, осы жерде міне шпинатный рулет шығады. Мен бірақ бұл жерде шпинатный рулет жасағым келіп тұрған жоқ. Мен тіскебасар қылып жасағым келіп тұр. Осылай съемкаларды бір жартысына салдым түгелімен. Съемкалардың тікендерін алып дұрыстап дайындап аласыздар. Және осының үстіне қалған жартыны жабамын. Осы күйінде пайдалануға да болады, бірақ мен биіктеу қылғанын жақсы көрдім. Сондықтан тағы да ортасынан бөліп, осы шыққанымды тағы бір жартысына жаңа творожный сырымды жағып жіберемін жақсылап тұрып. Осының үстіне қалған жартысын бірінің үстіне бірін салып, осындай әдемі тіскебасар шықты. Енді қазір осыларды осылай жіңішкелеп бөліп алдым. Және өзімдегі бар нәрсеммен өз қалауымша мен осылай әдемілеп алдым. Сіздер де өз қалауларыңызша әдемілесеңіздер де болады, әдемілемесеңіздер де болады. Осындай әп-әдемі дастарханға сән беретін тіскебасарлар дайын болады. Дәмі өте ерекше болады. Жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.